Естіліп жатырсыз? Естіліп жатыр ғой, иә, Хасимхан? Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Так, мен неге естілмей жатыр екен? Қазір 1 минут. Наушниктер. Қазір енді естіліп жатыр. Так, саламатсыздар ма? Қатысушылар, бүгін екінші тренинг. Жалпы ғылыми зерттеуде басқару үшін жасанды интеллект және жалпы деректерді талдау тақырыбында. Бұл жақта мен презентация дайындаған жоқпын екінші тренинг үшін. Көбінесе бірге жұмыс істейміз. Осы мәселелерді қарастыру үшін. Ең бірінші, енді ғылымды басқарғанда, зерттегенде көбінесе бізге аналитика керек. Бірінші тренингте жаңа талқылап кеттік, біз стратегия туралы, KPI туралы, сосын жаңа рейтингтер туралы дегендей. Енді көбінесе аналитика жалпы сыртқы стейкхолдерден рейтингтер үшін сұрайды. Мысалы, жергілікті қазақстандық рейтингтер болуы мүмкін, бұл Scopus, енді нелер The Times, олар өздері бар болған базаларына алады. Ал жергіліктер көбінесе сұратады дегенде, немесе университеттің басшылығы болсын, басқа стейкхолдерлер ғылыми жағынан университеттің барысын қалай жүріп жатыр көргісі келеді. Енді көбінесе қазіргі халықаралық рейтингті алатын болсақ, The Times болсын, QS болсын, олар Elsevier базасына негізделген. Білетініздей, жалпы жаһандық деңгейде екі үлкен база бар. Журналдарды индекстейтін, біреуі жаңа Web of Science, Paribet Analytics компаниясы тарапынан жүргізіледі. Екіншісі Scopus базасы, ол жаңа Elsevier компаниясы тарапынан жүргізіледі. Осы екі база қазіргі таңда үлкен The Times деген, QS дегендер, олар көбінесе Elsevier компаниясын, Scopus базасын қолданып жатыр. Бұл Web of Science-қа қарағанда журналдар саны көбірек. Одан кейін ол конференцияларды, одан кейін сборник дейміз, edited volume монография, соларды да индекстейді. Конференцияда индекстеу түрлері бар. То есть процентилі бар конференциялар бар, процентилі жоқ. Бірақ индекстелген, бірақ процентилі жоқ конференциялар бар. Екі түрі бар ол жақта конференциялардың. Ал edited volumes, көбінесе монография, немесе сборниктер, олар көбінесе процентилі берілмейді, олар тек қана индекстеледі. Олар да индекстелгенде көбінесе жеке-жеке монография емес, series дейді. Мысалы, Palgrave баспа үйі, немесе Routledge, сондай мықты баспа үйлер. Олар, мысалы, менде өзімде біріне Political Economy of Regionalism series дейді. Сол серистің өзінің бір редакторы болады, сосын редколлегиясы болады, и олар жылына бірнеше edited volume шығарады. Higher Education series деп дегендей. Сол әр монографияға редактор таңдайды, ол редактор автор таңдайды, сөйтіп жаңағыдай жақсы сапалы өнімдер шығарады. Біз көбінесе монография демейміз, оларды жинақ дейміз. Өйткені олар әртүрлі бірнеше тараудан тұрады, әр тарау бір бөлек авторлар жазады әр тарауды, сөйтіп жинақ. Бұл дәл журнал деңгейінде болмағанымен өте беделді басылымдар. Неге? Өйткені принцип сол. Редакторлар болады, олар мақалалардың сапасын тексереді, peer review, рецензиядан өтеді. Тек қана бір айырмашылығы, бұл жерде редакторлар көбінесе өздері шақырады дегендей. Журналға сіз өзіңіз бересіз, edited volume көбінесе жаңағыдай редакторлар шақырады. Сіздің бұрын жазған мақалаларыңыз болу керек, яғни көбінесе немесе бір конференцияда байқап қалу керек, немесе бұрын жазған мақалаларыңыз болса, соларға сүйеніп, мына адам бұл мәселенің, бұл тақырыпта эксперт деп сөйтіп шақырады. Негізі осы 3 публикацияның түрі, негізгі түрі
Scopus базасында индекстеледі, яғни көбінесе рейтингтер болсын, басқа жалпы өзімізді жергілікті деңгейде осыларға көңіл бөлеміз. Әрине Қазақстанда тағы Кокунбу журналдары тізіміне кіретін, жаңа бірінші, екінші, үшінші тізім, бірақ өкінішке орай оның бір Scopus сияқты әлі нақты бір базасы жоқ дегендей. Бір жасаймыз деген бір не бар, сыбыс бар, бірақ әлі де мысалы қиын жер, мысалы университеттің бір бүкіл қанша Коксон мақаласы бар деп айту қиын. Оны жеке-жеке көбінесе жинау керек, сондай бір мәселе бар. Енді аналитика жасау үшін әрине данный керек дегендей. Ең бірінші біздің қолданылатынымыз жаңағы мағлұмат көзі ол Scopus базасы. Негізі бұл жақта мен бір біліп көрейін, не қанша адам негізі Scopus'ты кәдімгі жаңағы университеттің данынан алып, оған талдау жасаған қанша адам бар бұл жақта? Мен бір нені білетіндей, аудиторияны кішкене. Қолыңызды көтерейік па? Қолыңызды көтерсеңіз ба бір. Көп жариялағандар ма? Жоқ, Scopus жариялаған емес, Scopus'тағы мағлұматтарды кәдімгі талдағандар, жүктеп алып талдағандар. Басқа ғалымдар болуы мүмкін, университеттер болуы мүмкін. Scopus'тағы мағлұматтарды алып талдағандар. Әсем ханым, сіз қандай мақсат үшін неттіңіз, қолдандыңыз? Біз көбіне бір статистика жасаған кезде бағыттармен сол кездерде талдау жасадық. Ақмарал ханым? Сұраныс бойынша. Көп жағдайда лид ревью жасау үшін ақпараттарды алдық Scopus'тан, и өткен аптада systematic literature review үшін тоже сол Scopus базасына кіріп. Сіз солай қолдандыңыз, иә? Сандуғаш ханым? Так, оны естілмей. Естіліп тұр. Универдің ғалымдарының публикациясына жалпы талдау, аналитикалық талдау жасау үшін мен пайдаланып. Жақсы. Сіз қай университет? Мен Қазақ ұлттық университетінде істегенмін, қазір басқа университетте. Жақсы, керемет. Онда мен сол Scopus несінен базасынан бастайын, сосын барып бірінші Excel'дің өзінен бастайын. Өйткені бір көп нәрсені Excel'де жасауға болады, одан кейін келесіне кейбір жасанды интеллект нелерін қосуға тырысайын. Аналитика жасағанда да бүгінгі презентацияның енді өзімді жалпы екі университетте проректор болдым, не болдым, біраз бұл аналитика нәтижелерін қолданған соң сол көзбен қарап, мысалы бір басшы ретінде маған қандай көбінесе мағлұмат керек, сол жағынан қарап сізбен бөлісуге тырысайын. Енді тағы бір айта кетерлік мәселе, өкінішке орай Қазақстанда қазір Scopus базасына 100 мекеменің қолжетімділігі бар, көбінесе мемлекеттік мекемелер. Жеке мекемелерде әртүрлі жағдай. Мен білетін кейбірлер жазылды, кейбірлер жазылмады. Сол үшін сізде көбінізде болмауы мүмкін, қолжетімділік. Бірақ бір жақсы жері, оны бір жүктеп алғаннан кейін енді күнделікті нетуін керек жоқ, бір алып алуға болады. Так, мен экранмен Scopus'пен жалпы мынау Scopus.com кіресіз, тіркелесіз. Яғни қолданып жүргендер болса, біледі қалай қолданатын, қолданбай жүрген болса, бұл жерде тіркелу керек, және университет арқылы. Яғни әсіресе ұлттық университетте болсаңыз, сол почтамен тіркелсеңіз, сізде автоматты түрде жаңағы іздеу, қосымша нелер функциялар шығады. Егер тіркелмеген болсаңыз, университеттің достық болмаса, онда жай ғана Scopus превью, ол жақта тек қана өзіңіз профиліңіз көре аласыз. Көргенде де бүкіл мақалаларды көре алмайсыз, біраз не бар, жаңағыдай шектеулер бар. Сол үшін жалпы мынау
үш десек болады. Бір жаңағы превью версиясы, тек қана өте шектеуі көп. Екіншісі бұл аналитика үшін версиясы. Мақала жүктеп ала алмайсыз, тек қана іздей аласыз деп абстрактын көре аласыз, ары қарай жүктеп алу үшін қолданылмайсыз дегендей. Немесе үлкен деңгейде аналитика жасай алмайсыз. Бұл көбінесе біздің Қазақстан университетінде осындай доступ бар. Тек қана қателеспесем, Казгу енуда жаңағыдай Назарбаев университетінде Skywal деген базаға доступ бар. Мен енді бүгін Skywalды талқыламайын. Мен өзімде де негізі Skywalға доступ жоқ, бірақ жаңағыдай әріптестер арқылы Skywalмен жұмыс істеймін мен көбінесе. Және де оған да көп жалпы бірнеше тек қана мекемеде қолжетімділік болған соң, оны мына жақта көп талқыламаймын. Көбінесе андай қолжетімділігі оңай нелерді қарастырып, осы Scopus біраз көп нәрсені осылай Skywalсыз да жасауға болады негізі, әсіресе университет деңгейінде. Skywal көбінесе мемлекеттік деңгейде анализ жасауға тіпті керемет. Енді менде мында жаңағы екінші деңгейдегі доступ бар. СДУ-да қателеспесем әлі жоқ деймін, көбінесе мемлекеттік мекемелерде жеке мекемелер қарастырып жатыр. Жаңағы Scopus-пен жұмыс істеп, осыған доступқа дегендей. Енді бұл жерде енді доступ болмаса, жеке университеттен болсаңыз, онда әріптестер іздеу керек болады. Мемлекеттік университеттерде, институттарда әріптестер іздеу керек болады. Немесе сол жаққа барып, IP-лерден кіріп, жаңағы бар почтасына доступ керек, әріптестердің көмегі керек болады. Мен мына жақта СДУ-ның мысалын келтірейін. Бір организация үшін, енді жалпы мына жақта search-ті бастықанда, іздеу дегенде документтерді, мақалаларды іздеуге болады. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Тек қана Google Scholar сияқты әртүрлі сападағы мақала емес, осы тек қана Scopus индекс деген журналдарға шыққан мақалалар шығады. Бұл керемет бірне. Авторларды жеке қарастыруға болады, атымен, оркетімен, басқа нәрсемен дегендей. Бұны да көп қолданамыз негізі біз. Сосын тікелей организацияға, жеке мекемеге СДУ дейін. Енді бұл жерде конфиденциальный нәрсе жоқ, бұл public data, яғни әркімге қолжетімді бір мағлұмат. Енді мына жерде университеттің әрине несіне байланысты, үлкендігіне байланысты, кейбір үлкен университеттер мыңдаған мақала болады. Мысалы, СДУ университеті 671 мақала екен. Әрине бұл жақта кейбір аналитиканы осы жерде де көре аласыз. Қай жаңағыдай салаларда, сосын олардың алдында жаңа бөлінгені дегендей структурасы, коллабораторлар кімдер, қай университеттермен жұмыс істейді, жаңа көбінесе мысалы СДУ университеті Әл-Фарабимен соавтор болады екен, Сатпаев университеті, сосын математика институты дегендей. Назарбаев университеті, осы жақта кейбір аналитикалар беріліп тұрады. Ал енді мақалаларды көру үшін, мысалы 671 мақала ма, соған басасыз. Бүкіл мақалалар шығады осы жақта. Ары қарай анализ жасау үшін негізі барын таңдап экспорттауға болады. Енді мен көбінесе CSV файл ретінде қолданамын, өйткені Excel-де жұмыс жасау үшін. Енді 671 мақала негізі көп емес. Барлығын таңдауға болады, бүкіл информацияны, яғни автор туралы, басқа мақалаға қатысты негізгі мағлұматтар, одан кейін аффилияцияға қатысты маңызды абстракт, одан кейін жаңа нелер, грант, соларға қатысты бүкіл мақалалар бар, мағлұматтар бар. Барын таңдап алайын. Бұл негізгі бір не, мағлұматтың бір көзі осы, негізі жақсы көзі. Неге десеңіз, бір жерде бары жинаққа тұр. Және де мысалы рейтингтерде елде барлығы Scopus базасын пайдаланған соң, осы база жақсы. Әрине басқа ішкі базалар болса, олармен де жұмыс істеуге болады. Мысалы Коксонға қатысты, неге қатысты дегендей. Мына жақта не, бүкіл университеттің мағлұматтары, авторлары, Scopus ID-лері дегендей жылы басқа да информация бар.
мысалы ең несі енді қай жылы қанша мақала дегенде енді бұл жерде кішкене экзельмен бұл жерге чат GPT басқа не керегі жоқ, экзельдің көп функциялары жеткілікті болады, иә. Мен кейбір функцияларын былай нетіп кетейін. Бір мысал ретінде енді мына жақта мысалы делік нені көру үшін 2000 қаншадан бастайық бұл жерде. Ең бірінші мақала, қателеспесем, біраздан кейін бар екен ғой. Біз онда алысқа кетпей қойық, қатты 2015-тен бастайық, 10 жылды. 2016 дейік. 25-ке дейін мақалалар. Енді мына жақта ең несі функциясы, так, countIf. COUNTIF функциясын қолданып жатырмын. Ең оңайы жаңа жыл сайын несін оңайлардан бастайын кішкене. Таңдаудың әртүрлі жолдары бар, әрине. Яқта көп емес. Так, осы range. Одан кейін 25-ке қарау керек. Скобканы жабам. Тағы бір маңызды бір нәрсе. Мынау range өзгермеу керек. Оны өзгермеу үшін F4 басамыз. Немесе битсек те болады. Доллар болу керек. Яғни доллармен белгілеп қойсаңыз, онда мынау не range өзгермейді, яғни басқа жерден қараспайды. Неге бұл маңызды? Өйткені мен мынаны астыға тарта қойсам, мысалы мынау E2, E672 болса, астыға тартқанда негізі бұл мысалы көріңіз бұнау A2 болса, астыға тартқанда бұл A3-ке өзгереді автоматты түрде, бірақ мынау E2 болып қалады. Доллар знагын қойған соң осылай болып қалады. Бұл өте маңызды. Яғни жалпы мақалалар саны осылай болып келеді. Бұл енді ең базовый, дегендей. Одан кейін кейде делік мысалы мақалалардың сапасы дейік, мақалалардың сапасы қандай журналдарда бұл мақалалар жарияланады. Бұған қатысты кішкене сәл бір не бар, қиындық туындайды. Бір мәселе, мына жақта жақсы жері, бір көрсеткіш ретінде әрине не бар, cited by, қанша адам цитирование жасаған, қанша басқа мақаладан цитирование келген, бұл маңызды информация бар бұл жақта, оны да осы жерден алуға болады. Екінші, енді мақаланың түрі әрине бар. Бұл мақала дегенде публикацияның түрі, мақала ма, жаңағыда бук чаптер ма, немесе ревью ма дегендей, ол информация бар. Так, ол тоже негізі маңызды, open access не сияқты нәрселер. Одан кейін тағы бір не, так, мына жерде бұл нетілмеген. Енді журнал туралы, тек қана журнал атауы, сол ISSN, сол сияқты информация бар, негізі. Көп журнал туралы бұл жерде мағлұмат жоқ. Неге? Өйткені бұл жердегі мағлұмат университеттің мақалалары дегендей. Ал егер қандай журналдың сапалары туралы нетсіңіз келсеңіз, қосқыңыз келсе, онда басқа база керек болады. Екі базаны қосу керек болады сізге. Мысалы, Scopus content десеңіз, мысалы, content coverage немесе Scopus content шығады мына жақта. Бұған ешбір не жоқ. Подписка не дегендей, бұл ашық доступтағы файл. Асты жағына жүрсеңіз, мысалы, мына жақта titles on Scopus и полностью бүкіл source list, то есть қанша журналдар бар, журналдар, одан кейін конференциялар, одан кейін нелер, бүкіл Scopus'та индекстелген жарияланымдар. Негізі осы неде, файлды. Web Science-ке жақсы жері Scopus'тың көп мағлұмат қолжетімді негізі. Қолжетімдірек. Сол үшін мына жақта Scopus'тың бүкіл sources дегені көбінесе журналдар, мына жақта конференция,
proceedingстері, одан кейін ары қарай кете береді. Жалпы. Көбінесе конференция мен нелер, жаңағы мақалалар. Discontinued titles бөліп қойылған, индекстелу тоқталған. Бірақ негізгі осы файл жеткілікті. Мысалы, журналдарды талдау үшін негізі мына файл жеткілікті. Бүкіл қанша журнал бар, соның бары осы жерде. Енді бұл жақта қанша бұл accepted, не, мына жерде бүкіл толық файл. 47.300 тайтл, наименование. Бұл ішінде шыққан да бар, несі тоқтатылған, тоқтатылмаған да бар. Журналдың толық атауы, одан кейін ICC, қадамдар, қай тілде екен, journal, type, publication type, сосын неден индекстелмейді, ол да бар, active, inactive несі, бұл жерде жазылған. Сосын нелері, publisher, жалпы қай салада, осы информация бар осы жақта, осы файлда. Мен, мысалы, мына нені, Excel sheet бүкіл несін копиялап, мына файлға қойсам болады. Мына жерге бөлік бір книга ретінде ашып, осы жаққа қойайын. Бұл маған не үшін керек? Мынаны жауып қойсам да болады. Енді менде компьютер негізі рамы 16 гигабайт. Процессорда негізі жаман емес. Ғылыми бол, бір өткендегі семинарға айтқандай, ғылыми қатысушы. Ғылыми жобалардан болған соң жақсы компьютер алуға болады деп па. Бірақ жақсы компьютер керек кейде, үлкен данылармен. Өйткені 47.000 поле болғанда, сәл рам нашарлау болса, кәдімгі әсер етеді, тұрып қалады. Дегендей, sources бөлік атын қойып қойсаңыз, мына жақта мысалы statistics-тен. Мен андай бәрін енді бүгін бәлкім былай толық көрсете алмаймын, бірақ несін берейін, жалпы шет жағасын дегендей. Кейбір нәрсені өзіңізді жасағыңыз келсе, мына жақта бөлісуге болады егер файлдарды. Мысалы, мен қазіргі неде мына файлды SDO-ды қолданатқан мысал ретінде проблема емес шығар, өйткені айтқандай барлығына қолжетімді данный бәрібір. Конфиденциальный бір нәрсе жоқ. SDO data деп жатырмын. Так, и мына жаққа мен қоя салайын, қазір 1 минут. Біреу керек болса, файлды share жасайын. CSV ретінде мен жүктеп қойдым, жаңа неге. Ана ас жақта 3 кнопка бар, сол жақта контент деген бар, сол жақта файлды тапсаңыз болады. Енді мына жақта не істеуге болады? Тағы бір функциялар, әрине көп нәрсені енді COUNTIF-пен көп нәрсені сіз COUNTIF басқа нәрселермен, формулалармен істей аласыз негізі. Number of дұрыс несі сөзі publications негізі. Неге өткен articles емес, мына жерде әртүрлі несі, түрі, тек қана article емес. Енді мен мына жақта кішкене Excel несіне кіріп кеттім. Егер type of publication десеңіз, тоже маңызды информация. Кейбір университетте conference proceedings мысалы көп болады дегендей. Егер осылай информация керек болса, онда ең жақсы бұл уже мына файлдың ішінде бар. Type of publication, бұл болу керек негізі. Қателеспесем, мына файлдың ішінде, article document type деген нәрсе бар. Оның ең жақсы қолданатын несі, онда просто басқа формуланы қолданасыз, Excel ішінде. Count ifs болады. Екі не бересіз. Жаңағы, не дейміз,
критерий бересіз қолдану үшін. Жаңа бірінші критерия бұл жақта. Мен критерийге мына жерді қойайын. Type of publication. Қазір оны өзгертемін. Одан кейін range сразу берейік. Ал мен мына жақта range ретінде мынаны көрсетейін. Shift-ті басамын, сосын кнопканы бассам, сөйтіп бүкілінен таңдайды. Келесі мынау болады. Критерий ретінде жыл. Range ретінде жылдары болады тоже. Ендігі скобканы жабам. Осы екі нәрсені бердім. Мұндарға менің F4 неге F-ім істемей жатыр? F4 ма? $2 қоюдың бір жолы сол F4 басуда мына жерге келіп. Сол үшін долларды қолмен қоюға тура келіп жатыр. Ендігі бір мәселе. Осылай кеттік. A2 бұл өзгермеу керек. 2 өзгермеу керек, ол жерге доллар керек маған. Жоқ, бұл өзгереді. Кешіріңіздер, мынау 1 деген C1 өзгермеу керек. Доллармен бекітіп қоямын. Таблица ретінде кетіп қалды ма? Ладно. Не болып кетті? Мынау проблема, иә? Бізде қандай? Бұл жерде документар артикл дейін, иә? Артикл. Кейде осындай болып тұрады. A2. Ол неге олай істеп жатыр екен? Дейді A2. Қате беріп жатыр. Мен басқаша көрейінші қазір. Кешіріңіздер. C1. Мына жақ. Мен енді шатастырып алыппын ғой, дұрыс. Кешіріңіздер. Қате жерге қойыптын. Осылай болу керек, орындарын ауыстырып жүрдім ғой. Критерий мен критерий рейнджтің орны ауысып кетті, сол үшін осындай не бермей жатыр. Енді бұл негізі ең оңайы осы. Осы формулалар негізі жасауға. Қалған нәрсе, уже дело техники, негізі. Егер бұл енді экзельдік нәрселер дегендей. Мысалы, conference proceedings дейсіз ба, мына жаққа.
ары қарай кете беруге болады. Так, мына жақта ада қалып қою керек. Кішкене автоматизация, Excel-мен автоматизация бұл жерде. Ары қарай кете берсеңіз болады. Конференц противник осылай шыға береді. Ендігі тағы бір Excel-дің соңғы бір функциясын көрсетіп жіберейін. Ары қарай сосын жасанды интеллект мәселесін ChatGPT-мен жұмыс істеуге кетейін. Енді кейде былай көп деген данный болса, негізі Excel жақсы. Excel немесе Python-мен жұмыс істеген жақсы, өйткені жасанды интеллектпен жұмыс істегенде көптеген андай кейде қателер болуы мүмкін. Анализ данный жасағанда аз ғана данный болса, 100-ден аз, онда көп нәрсені ChatGPT немен жасап, өзінің ішінде жасай беруге болады. Бірақ 100-ден көп үлкен данныйлар болса, онда ChatGPT басқалары қателесе бастайды. Көптеген қателесе болады, немесе сізге андай дұрыс жауап, жалпы қайтармайды жауапты дегендей. Сервер error дейді, болды. Сол үшін үлкен данныйларды я Excel-де, я болмаса жаңағыдай ChatGPT мен Python-ды басқа да байланыстырып, немесе басқа статада сөйтіп анализ жасаған дұрыс. Сол үшін негізі көп нәрсені Excel не сияқты программалар жасаса болады. Мына жақта тағы бір не? Кейде болады, мысалы сізде университеттің данный бар дегендей, бір мысал келтірейін. Мына статьялардан қаншасы, мысалы, inactive журналдарда, то есть индекстелі тоқталған журналдар деген бір сұрақ туындады. Мақалалардың қаншасы дегендей. Бұл жерде мынау бар, сосын екінші жаңағыдай книга бар, кітап бар, бұл жаңағы sources. Екеуін байланыстыру керек. Ең не жолы, енді бірінші мына жақтан кету керек. То есть, мысалы, кез келген жерге делік мынаның қасына қойып қойық. Немесе source title-дан кейін мен бір не статус деп не ашайын, колонка ашайын. И осы жаққа, мысалы, статусын мына жақтан алып келетіндей, журналдың статусын дегендей. Бұндай нелерге VLOOKUP несін қолданасыз, функциясын. VLOOKUP дегенде жаңа вертикаль бойынша, колонкалар бойынша, немесе жаңа строка бойынша, белгілі критерий бойынша іздеп табады басқа таблицадан. То есть мына таблицаға басқа таблицадан тауып алып келеді белгілі бір value. Lookup value, жаңа мысалы lookup value ретінде біз, мен мына нені ашайын, ең жақсысы. Lookup value ретінде мынау ненің source title, журналдың атауы. Мына жақта table array, ол жаңа таблица, журналдың тұрған таблицасы. Так, негізі міне, мына таблица. Мен мына жақтан бастайын. Source title, и ары қарай толық барын алуым қажет жоқ. Сол 47-мін. Актив маған статус жері керек, мына жерге басып жатырмын. Осы таблицадан. Column index number дегені мына таблицадан қай колонкасын алып келу керек. Яғни бұл жерде мен екінші колонкадан бастадым. Так, мына 1, 2, 3, 4, 5, міне 1, 2, 3, төртінші колонка. И мына жақта болады, бізде false деп жазамыз, точно несін қайтарсын. И жаңағыдай. True деп жазсаңыз, журналдың атауы жақын болса, соны іздеп статусын қайтарады, көрсетеді мына жерде. Егер false десеңіз, дәл атауы 100% сәйкес келу керек дегендей. Одан кейін әрине долларларды ұмытпаймыз. Несі, таблица не болмасын, жылжып кетпесін бізде, ол жылжымау керек формулада дегендей. Сосын ары қарай жалпы жұмыс істеу керек формуламыз. Формуламыз жұмыс істеді. Енді бір екі мәселе бар, not available. Көбінесе бұл NA, мен қазір несіне кетпей қалайын, көбінесе нелердің атауларындағы мына жақтағы жазылған атау мен ана жақтағы айырмашылық болады. Бұны екі түрлі шешуге болады. ICSN арқылы шешсеңіз болады. Тек қана ICSN қолданып лучше, ол мәселе бар. Бірақ ол да кейде толық шешпейді. Екінші, бұл не үшін болады? Conference proceeding үшін болады.
мына жақта тек қана журналдарға статус берілген үшін active inactive дегендей, ал конференцияға ондай статус берілмеген үшін, ол да информация болмаған үшін осындай бір не береді, not available қатесін береді. Яғни бұл жерде бүйтіп көрсек те болады, тексеріп, негізі. То есть былай тексерсек болады. Негізі ең дұрысы, мысалы, документаль, егер тек қана мен мақалаларды таңдайтын болсам, мына жақта статусын көре аламын, мысалы. Енді SDO көбінесе не? Актив, жаңағыдай, хищник все-таки аз былай, несіне көріп тұрғанымыздай, көбінесе статустар, әсіресе соңғы жылдары негізі барын статусы актив деген. Тек қана кейбір бірен саран бар, ол да енді болатын мәселелер. Дегендей, көбінесе актив. Әрине статистикасында шығаруға болады жыл сайын. Мұнан болған себебі екі көбінесе атауының сәйкестігі. Оны қолмен іздеп, ISSN арқылы тап нетуге болады, дұрыстауға болады. Бұл бір мәселе. Екінші тағы бір статистика ретінде, енді жаңағы біз нені айтып жатырмық қой, алдыңғы сессияда болды, шынымен актив және де зерттеуін өзі жасаған ғалымдарды алға жылжыту, өйткені дегендей, этикалық мәселелерге көңіл бөлу дегендей. Егер оған келетін болсақ, мына жақта жақсы дағы бір информация бар файлда. Артикл, одан кейін мына нелерді бөлік retracted, сосын erratum дегендерді бөлік шығарып қойған. То есть бір не, енді көрсеткіш мына жақта жаңағы инактивтерді, то есть кімдер инактив журналдарда жарияланған, соларды қарау. Енді мына жақта мен көп детальдарға кірмей қояйын, әртүрлі себептері бар. Жалпы бұл да жақсы көрсеткіш. Тек қана инактивтер тарсаңыз, бүкіл жаңағы хищник, немесе хищник демей қояйын, индекстелу тоқталған журналдарда жарияланғандар шығады. Енді ол жерде әрине әртүрлі себебі бар, не үшін жарияланып тоқталған. Ол да жақсы жері мына жақта жазылған. Мысалы, Scopus базасында журналдың индекстеуі не үшін тоқталған, ол да жазылған. То есть бір несі, бұл әрине бұл базада емес. Кейде бірнеше базаны байланыстыру деген анализ жасау үшін, бұл алдыңғы жаңағы үлкен файлда, оны да қарастансаңыз болады, маңызды секеде. Журнал индекстелуі тоқталады, бірақ себебі не дегендей. Discontinued деген неде файлда көбінесе себебін де жазады. Publication concerns, radar дегендей. То есть publication concerns бұл көбінесе этикалық мәселелер. Radar дегенде бұл көбінесе цитированиемен ойнаған журналдар. Проблемалар бар дегендей. Метрика да сол көбінесе мәселе, метрика мәселесі. Енді көбінесе сол немен келеді. Немесе метрикасы мүлдем индексация не келмеген, цитирование келмеген. Метрика Scopusқа кіру үшін жеткіліксіз метрика мәселесі. Немесе метрикалармен тоже ойнау мәселесі бар. Енді өкінішке орай көбінесе сондай себептермен кетеді. Әрине тек қана журналдың өзін толық, мысалы, эдиториал немесе бюджет болмай тоқтап қалуы да мүмкін, бірақ олар өте аз, сирек кездесетін. Әсіресе қазіргі жағдайда сирек кездеседі ондай мәселелер. Почти жоқтың қасы деуге болады. Өйткені Scopus журналға кіргеннен кейін енді оны көбінесе ғалымдар сол неде ұстауға тырысады дегендей. Енді бұл жерде біз бірнеше базаны байланыстырып, ары қарай статистиканы шығаруға болады. Мысалы, қанша inactive, қаншасы active статус, мына жаққа шығару болады, анализ жасай берсеңіз болады бұл жақта дегендей жалғастырып. Бұған дейін бір нелеріңіз бар ма? Мен қазір келесі неге өтейін. 5 минут перерыв жасап. Процентиль бар, Қайрат мырза. Процентиль болады, осы дейталарда. Журналдардың процентилі, сол бойынша да осы. Source data-да ма? Source data немесе университет бойынша шығарған кезде жаңағы дейтаның ішінде. Процентиль дейтасын жоқ, бұл жақта болмайды. Неге десеңіз, процентиль дейтасын бұл сатады Scopus. То есть бұл ақша көзі Scopus үшін. Именно процентиль дейтасы несі, ол андай. Неде көре аласыз? Базасында. Немесе инсайтста болады ол. Жеке-жеке кіріп қана, жеке-жеке кіріп қана. Вот сол несі бар. То есть мұн жақта көбінесе мен процентиль дейтасын негізінде көрмедім. Өйткені процентиль дейтасын берсе, ол уже андай.
сосын оны да дейтаны беру да бір жағынан Excel файлға салу да қиын. Өйткені ол андай өзгеру нету несі бар. Әрине, постоянно өзгеріп тұрмайды, но соның өзінде бұл олар үшін не? Процентиль дейтесі тағы бір табыс көзі негізі. Сол үшін да нетеді. Дегендей. Несі бар, жаңағыдай, қай неде екен, салада екен, вот именно процентилі бұл жақта несін етпеген. Бірақ егер бір не болса, любой бір файл, оны байланыстыруға болады әрине. То есть, мына жақтағы журналдың атауы процентилі болған кез келген бір файл тауып алсаңыз, дегендей, инсайтстан, неден, дегендей, оны уже байланыстыру, жаңағы VLOOKUP-пен осылай базалап байланыстыра бересіз арасын. Сонда бір файлда сізде жиналай береді бәрі. Бүкіл информация жаңа неге қатысты. Жарияланымдарға қатысты. Бүгінгі негізі сессия не деңгейінде болған соң, жалпы университет деңгейінде, не деңгейінде, факультет деңгейінде бір анализ жасау, сол үшін мен андай мақала іздеу емес та осы жарияланымдардың анализі ретінде көбінесе кетіп жатырмын. Так. Кешіріңіз, бір сұрақ қойса бола ма? Әрине. Мен есімім Айнұр, бағана бірінші негеде қатысқанмын тренингке. Сұрағым мынандай, дауысым естіліп тұр ғой, Естіліп тұр, Айнұр ханым. Жақсы. Менің негізгі жұмыс орным бар еді, сосын осыдан 4 жыл бұрын Казгуде жұмыс істеп жүрдім да. Содан кейін Казгудың сол организацияның атынан мақала шығардым. Қазір Скопусқа да сол организация арқылы тіркелгенмін. Сұрайын дегенім, енді мен осы қазіргі тағы да мақалам шығып жатыр, бірақ бұл негізгі жұмыс орнымның атынан да. Яғни осы мақала шықса, бұл то есть профильді қалай мен негізгі жұмыс орныма ауыстыра аламын? Оған қайтадан тіркелуім керек па? Жоқ, керек жоқ. Менің аты жөнім барлығы, менің осы мысалы әдебиет және өнер институтының атынан көрсетіліп тұрғанын қалаймын да, Казгудың атынан емес қазіргі уақытта. Бұл жерде қаншалықты орта. Мындай нәрсе, профильдегі аффилияцияңыз сіздің мақалаңызға қалай өзгереді. Мысалы, бұрын сізде Казгу арқылы мақалаңыз шықса, мысалы 5 жыл бұрын сіздің неңіз профиліңізде Казгу деп тұра береді. Егер қазір жаңа мақалаңыз шықса, басқа ұйым атынан, сол соңғы ұйымды алады ол. Не ретінде профильде көбінесе көрсететін соңғы ұйымды көрсетеді. Менің білуім солай. Ешнәрсе істеуіңіз қажет жоқ. Сіз қай ұйымнан соңғы мақалаңыз шығып жатыр, сол ұйым алға шығады профиліңізде. То есть осы қазіргі қалаған ұйымның почтасымен қайтадан тіркеуден өтудің қажеті жоқ, тіркеу жасаудың Скопус базасына? Негізі, тіркеу жасаудың қажеті жоқ. Мындай нәрсе, тіркеу жасасаңыз болады, бірақ онда бірнеше профиль болып кетеді сізде, сол проблема шығады дегендей. Жақсы, рахмет. Сондай проблема шығады. Одан кейін олар біріктіруге болады негізі. Профильдерді біріктіруге болады дегендей. Немесе ана профильді имейл ауыстыру жағын көрсеңіз болады, бірақ негізі басқа ұйымға кетсеңіз, менің білетінім, сіз профильді тіркейсіз. Жаңағыдай. Жаңа профиль ашып, екі профильді біріктірсеңіз де болады. Немесе мына жақта ауыстыру мәселесі мен бір нетпеттім. Так. Именно имейлді ауыстыру деген нәрсе. Тіркелесіз, Elsevier аккаунт бар. Ол жақта имейл ауыстыру мәселесі бәлкім қарастырылғанша бұрын болмайтын негізі. Қазір соңғы жылдары шықпаса негізі, ол жағын білмейді екен мен. Бір қарап жейін. Бірақ болуы да мүмкін. Болады екен. Жаңа имейл енгізсеңіз болады мына жаққа. Жаңа имейл енгізсеңіз болады. Жақсы, рахмет. Мен мына тек қана бұны қолданбаған үшін, сол үшін мен толық аты жөнін жазбаған мына не болмасын деп. Сәйкессіздік болмасын деп. Сөйтіп істеген екен. Жақсы. Так, онда ары қарай кете берейік. Келе бір 5 минут бір не жасайық па?
үзіліс. Бір 10 минутта. Қажет болса жасайық. Иә. Иә. Онда бір 5 минут үзіліс жасайық. 5 минут үзіліс жасайық. Уже 1 сағатымыз өтіп кетті. Одан кейін жалғастырамыз. Жақсы. Онда 5 минуттан кейін келісеміз.
Жалғастырсақ болады. Енді кішкене немен жұмыс істеуге тырысайық. Жасанды интеллектті қай жақта қолдануға болады. Енді кейде не дейміз, мэтчинг делік, иә. СДУ-дағы жаңа авторлар, өз кластерлер бар ма бізде, белгілі бір ресерч кластерлер, мысалы публикациялар негізінде. Әрине мына факультетке барып сұрауға да болады, сіздердің зерттеу неңіз қандай дегендей, жаңа информацияны жинап, нелердің арасында зерттеу тақырыптары келеді ма, жаңа ППС-дің мұғалімдердің, лекторларымыздың, профессорларымыз деген, ол да бір жол. Екінші жол, мысалы, бар болған даннымен не жасау, кімдердің мақалалары нелер сәйкес келеді. Оны мысалы бір университеттің ішінде жасауға болады. Егер көбірек жаңа екі университет кейде болады, өткенде бір сондай мәселе, бір университеттен партнер келе жатқан, бұл өзді емес басқа жерде, сол партнермен қандай салада біз жаңа зерттеу жағынан ынтымақтастық жасауға болады деген сұрақ туындады. Енді бұл жерде ең ыңғайлы метод былай қарау үшін, сол университеттердің жаңа профилін алып, мақалаларын, публикацияларын мэтчинг жасау. Сәйкес келеді ме, сәйкес келмейді ме дегендей, и сол кезден табуға болады негізі. Бірақ бұл үшін бірнеше жаңағыдай жасау керек. Тағы да айта кеткен, бұған кейде тек қана ChatGPT, әсіресе бесплатный версиясы жетпейді, платный версиясы керек. Одан кейін, мысалы, екі үлкен университетті әсіресе байланыстыру үшін, мэтчинг жасау үшін, ол кезде ең жақсы ChatGPT-ның өзінде күші жетпей қалады, Python-ды керек. То есть, мен ондай жерде, мысалы, Python, Google Colab'та ChatGPT-ның API бар, сол арқылы байланысты, то есть ChatGPT абстракттарды талдауға жақсы талдап, мысалы, екі Excel-ді Python-да жоқ дейсіз, сосын ол данында ChatGPT береді, жаңа абстракттарды талдатып, сөйтіп сәйкестендіреді. Бұл кішкене не, осындай нені қажет етеді, не дейміз, біраз техникалық жұмыстарды. Мен бүгін сәл кейбір нелерді көрсетейін, тек қана шет жағасын, кішкене аз даннымен қандай нәрсе жасауға болады дегендей. Мысалы, жаңағыдай мэтчинг несін келтірейін. Делік сондай бір неміз бар бізде. Проблема демек, сондай бір өзімізге де жақсы. Біздің зерттеушілеріміз қай салада мақала жариялайды екен, сосын олардың арасында мэтчинг жасауға болады ма екен, research area бойынша, ол бір мәселе. Екінші, мысалы, партнер университет келе жатса, керемет қой, бізде мындай осындай ғалымдар бар, сізде осындай бар екен деп алдарына ұсынып тұрсаңыз, андай кейде шок болып қалады дегенде адамдар, ол да күшті нәрсе. Бұның бір жолы кішкене ресурстар аздау болса, кішкене оңай жолы, делік жаңағы не бар, біздің данныйларымыз бар, экран көрініп тұр ғой, данныйларымыз бар. Енді мен әр жылды барлығын алмай қойын, соңғы 2 жыл неқті алдым, делік СДУ-ның бүкіл жаңа публикациялары, тек қана 24-25 алдым. Неге? Өткені әрине ең жақсы профессор кімдердің қазіргі жұмыс істейтінін несін білу. Не дейміз, жаңа Scopus ID-лерін білу. Егер Scopus'де бір университет жұмыс істейтіндердің Scopus ID-лері болса, онда осы нені, неқта не бар, Scopus ID-лері бар. Индекс, Excel-дің өзінде индекс функциясын қолданып, мэтчинг функцияларын қолданып, не салсаңыз болады. Тек қана қазіргі жұмыс істейтіндердің публикацияларын бөлек шығарып алсаңыз болады. Мысалы, индекс не сияқты сондай функциялар бар Excel-де, сол ең дұрысы. Менде қазір мысалы ондай делік список жоқ, сосын мен 24-25-ті алып жатырмын. Делік бір университетте 24-25-те шыққан мақалалар көбінесе андай. Бұл кісілер әлі университетте жұмыс істейді ау, немесе бір байланысы бар ау деген бір немен дегендей. Бірақ жаңа айтқандай, ең жақсы бір жұмыскерлердің, қызметкерлердің, ғылыми қызметкерлердің Scopus ID-лердің списогін алып, жаңа дегендей болса, оны мына неден файлмен бөлек біріктіріп, жаңа индекс функциясымен шығарып алу. Тек қана солардың публикацияларын дегендей.
Ол болмаса жаңағы мен мынаны жұмыс істеп жатырмын. Енді бір несі мына жақта тек қана публикация, адам емес бұл жақта. Мына файлда мысалы бір публикацияның делік мына жақта авторы бар. Мысалы бір авторы SDU-дан, басқа авторлар жаңағы Букетовтен, қайтадан SDU, сөйтіп кете береді. Мысалы жаңағы нелер. Мына жақта мүлдем басқа жақтан тек қана біреу SDU болуы мүмкін дегендей. То есть авторларды анықтау біріншіден. Қайсылар SDU-дан. Мысалы ондай бір не болса, бұндай нәрселерге ең жақсы жасанды интеллект негізі анықтауда. Питонмен де істеуге болады, бірақ ол жерде біраз енді көп данный болса, мыңдаған болса, онда питон жақсы. ChatGPT сізге питонға код жасап береді, солай жасауға болады. Питонға жүктейсіз, ол сізге реттеп береді. Ал егер мысалы мен мына соңғы 2 жылда алдым, данный көп емес, оны тікелей файлды да жасай беруге болады. Мен мысалы дайын нені дейін, промпт ретінде былай қолдандым. Hello, I would like to insert some information from Excel on publications by university staff. This cell contains author and affiliation info. То есть мен мына жақтағы authors affiliation info бар мына жақта. И example беріп жатырмын. Мысалы бір нені copy-paste жасадым. Целый нені, селдегі информацияны, бір ғана ячейкадағы информацияны. I'd like you to extract authors from Süleyman Demirel University. Please consider that Süleyman Demirel University can be also written as SDU University or shortly as SDU. И тағы бірнеше несін берсеңіз болады дегендей. And if publication has several authors from SDU, then list all of them separated by semicolon. Can you try this one? Осылай бір не бердім. Өте нақты болу керек бұл жерде. Маған не үшін керек бұл? Бірінші авторларды, қай авторлар, мына файлдағы қай авторлар, SDU-дің авторлар дегенде. Сол маңызды болды маған, мысалы. Осыны бергеннен кейін анықтап берді. Мен мына салайын, несін. Мысалы, новый чатқа. Бұл жаққа енді 4-0 басқа да жетеді, 3 та жетеді. Қатты бір deep research, немесе reasoning функциялар керек жоқ. Бұл өте ChatGPT үшін негізі өте оңай. Промпт қатты қиналмайды бұндай нәрсе жасауға. Біз original text мынау, жаңа мен бергенім. Одан кейін жаңағыдай несін береді. Біз бір не дейміз, бұл жақта template pattern дейді. Басында осы несін беру. Бір мысал ретінде көрсету не істеу керек екен. Темплейт беру оған. Сол маңызды. Егер оны дұрыс жазса, демек сіздің промптыңыз бар жақсы. Так, деді. Міне жаңа Абдуллаев, так, бәрін шығарып берді мына жаққа. 3 SDU-ның авторы, мысалы, мына жақта көрініп тұрғандай, дұрыс деді. Значит, дұрыс түсінді деген нәрсе. Екінші, мысалы, қалай істей аламын енді? Ең жақсысы мынаны бүкіл загружать етпей. Өйткені мынандай беруге болады, қай колонкада екенін көрсетуге болады, бірақ кішкене байқаған ондай нәрсе болса, ми ашып кетеді, қиналып қалады. Сол үшін ең жақсысы просто мына колонкадағы информацияны бөлік жаңағыдай. Енді әрине ChatGPT Python қоссаңыз, ондай бөлудің қажеті жоқ. Бір файлмен жаңағыдай жұмыс істей беруге болады. Ол сізге output файл береді. Бірақ мен ол жаққа қазір кірмей қояйын. Өйткені әркім қазір ондайға бара бермейді дегендей, ондай жұмысқа. Так, мына жерде бізде осы информация неде болды? Так, Q колонкасында. Мен бұны аламын да, мысалы, енді ChatGPT-мен жұмыс істеу үшін ең жақсысы маған керек нәрсені, бұл да қатты уақыт алмайды негізі. Аламын да бір не файл жасай, бөлек файл жасай. Authors дейін. Так, бұл файл жасап қойғаннан кейін, уже мына жаққа файлды жүктесем болады. Бөлік нелерді емес, жаңағыдай.
Here's a file. И осыны анализ жасап, негізі шығарып беру керек дегендей. Егер кейде әрине қателіктер болуы мүмкін, бірақ технически енді тілі ғой, бұл жерде тілді түсіну керек. Көбінесе оны жақсы түсінеді. Әрине кейде қате жазады елдер. Өйткені нелерде, базаларда автор не жазды, көбінесе сол информация кетеді дегендей. Так, мына жақта нені берді, файлды. Мен мына жаққа қойып қойсам да болады. Таблицаны бүкіл берді. Так, ал мынау бізде кішкене еріншектеу. Мен бұрын жасап қойдым деп жасамады, не екенін білмеймін. Бізде жалпы анализді көбінесе мысалы Excel-де жасаған ыңғайлы өз басыма. Негізі сеніз бір жерде дайын тұрады, оны кез келген кезде еге қоясыз ба, немесе Excel-дің ішіне жалғастыра бересіз ба анализді. Бұл нақты жаңағы нәтижелеріңіз сенімді екен, бәрі бір жерде тұрған жақсы, информацияны бағым дегендей, қалай қолдансаңыз да. Мына жақта мындай бір не жасап берді. Әрине қателіктер үшін тексеру керек, кейбір мәселелер болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде менде бір көптеген, мен іздеуді білген, көптеген автор бір мақалаға жабысып жазбайды. И университет көбінесе стационар гуманитарный болған соң, ондай не практика жоқ. Мысалы мынау қарап отырсам, көбінесе неде жалпы СДУ емес, мынау Түркиядағы Сүлейман Демирел университеті. То есть мынаны алып тастасам да болады мүлдем дегендей. Мынау да скорее всего сол. Өйткені мысалы мына жақта Сүлейман Демирел университеті, Испарта Казахстан деген, то есть кейбір қателіктер жасаған өздері авторлары. Может, ана неде журналда таңдағанда, өйткенде бүйткенде сол сияқты нелер бар, жағдайлар бар. Енді бұны ChatGPT тексермейді. Сосын негізі бүкіл сіз берген неңізді толық жазылған, жақсы жазылған. Бұл Scopus'тың қатесі негізі. Бұл негізі Scopus'тың қатесі десек те болады. Кейбір жерде пустой не берді, өйткені басқаша U-мен қолданған, сол үшін кейбірлерді тексеру керек болады дегендей. Сөйтіп толтырсын, тексеріс керек, артынан бір тексеріп кету керек. Өйткені Scopus'тың өзі де қате мағлұмат беріп тұр дегендей. Енді мынау болғаннан кейін делік мен СДУ-да қандай кім адамдар бар екен білемін. Енді бұл жақта делік басқа университетпен болсын, немесе жаңағыдай олардың зерттеу алаңдарын анықтау үшін нелерді қолдануға болады. Мысалы, author keywords деген бар. Соларды қолдануға. Бірақ author keywords дәл не бермейді, өйткені ключевой жаңағыдай кілт сөздер әртүрлі қолдану мүмкін. Мэтчинг жасау үшін кейде онша ыңғайлы емес. Абстрактпен негізі мэтчинг жасаған жақсы. То есть абстрактты талдап, ол қай салада екен анықтау. Бұның бір жолы Қазақстанның несі бар, немесе делік жаңа Scopus'тың өзінің структурасы бар дегендей, Қазақстанның несі бар, жаңа Research Areas, зерттеу салалары. Жаңа 1, 2, 3 уровендер бар. Мысалы мен мына 3 уровеньді алып тұрмын, мына дегендей, уже более детальный уровень. Мысалы егер неге кетек архитектура, оның өзі, мысалы социальный науки, History of Қазақстан қатты детальный емес. Бірақ соның өзінде 271 несе бар, жаңағы 291 сала дегендей, бұл да аз емес. Ендігі істелінетін нәрсе, мысалы егер саламен біріктіретін болса,
таза социальный наука немесе математика деген дұрыс емес бәлкім, осындай 291 салаға бөлуге болады дегенде, немесе анықтауға қай салада екен мақалалар. Оны анықтау үшін де әрине не жақсы, ChatGPT сияқты искусственный интеллекттер жақсы, өйткені large language models абстракты олар жақсы түсінеді, абстракты жақсы түсінеді, және тоқетерін оны классификациясын жақсы жасайды дегендей. Бұның бірнеше жолы бар. Бір ChatGPT бұны жасамайды. Онша жақсы жасамайды. Неге? Өйткені ChatGPT-дің мынау искусственный интеллекттің жалпы нелері бар, токен шектеулері бар. Ең үлкен негізі көптеген информацияны қабылдай алатын ол жаңа Gemini. Одан кейін DeepSeek, одан кейін жаңа ChatGPT тек қана бұлай көлемді информация. Мысалы, абстракттар көп қой, өте көлемді, 100 абстракт дегендей, солар жасай алады. Негізі Gemini мен не жақсы, DeepSeek. Gemini кішкене ерінеді, кейде қате беріп деп қайтарып жіберетін тұстары бар, не екенін білмеймін. Жан-жақты кейде жұмыс істете аласың, кейде сондай қателік не береді. DeepSeek ерінбей жасай береді. Мен мына жаңа мына жақта уақыт алмау үшін мындай бір не жасадым. Файлды, абстрактта жаңағы айтқандай немен жұмыс істеу үшін, искусственный интеллект жұмыс істеу үшін көп информацияны бермеген жөн. Нақты, мысалы, маған абстракттарды классификация жасау керек па? Мына абстракттарды бөлек файлға алып алдым барлығын. Одан кейін жаңағы неге DeepSeek'ке айттым, provide one sentence summary of abstract in one column and matched array in the second. Оның алдында да так, мына жақта нені жазып бердім, жаңағыдай не дейміз, промпты. То есть мен қазір не берем? Так, мына жаққа мен немді. Hi, I'm analyzing university publications. I will first upload RES, жаңағы 291 саланы жүктеп қойдым. And then abstracts XLS with abstracts. Can you analyze abstracts and match with one array in the next column to the abstract? Деген нені бердім. Как бы промпты. И соған қарай маған жаңа нелерді мэтчинг жасап берді. То есть екінші не жасалатын нәрсе бұл matched array'ны мысалы жаңа ал Excel'ге қойып дегендей. Мысалы мен кітап көрейін қазір. Бірақ толық жасады ма, жасамады ма, кейде біраз қинау керек болады. Так. Сондай бір несі бар, қызығы бар. Толықта жасамауы мүмкін. Бірақ ауыр жұмысқа DeepSeek жақсы. Осындай көп информациясы бар, несі бар жұмысқа DeepSeek жақсырақ жасайды. ChatGPT ойланатын жұмысқа жақсы. Бірінші бөліп қойып алайын оларды, сосын барып ана жаққа апарам. Так. 143 негіз барын жасап берген сияқты, әдемілеп. Мен нені де сұрадым. Summary of abstract. Бір сөйлемді саммарисін жаса, бұл жаңа тексеру үшін негізі. Кейде сондай результаттар тексеру үшін промпт бердім. Абстракттың өзін бір сөйлемге не болсын деп, summary болсын дегенде, чтобы ертең тексеру үшін. Мынаны мен
неден алдым ғой информацияны негізі DeepSeek'тің өзінде файл бар. Яғни оның классификациясын бірінші дұрыс екен, мынау DeepSeek'тің өзінің ішіндегі информациямен мына жақтағы абстракт. Екеуі егер сәйкес келсе, онда дұрыс дегендей. Бұл бойынша чекинг үшін жасаған нәрсе. Одан кейін менде классификация бар. То есть уже мынау нені искусственный интеллект арқылы мен абстракттарды белгілі бір классификацияға келтіріп алдым. Енді осы информация болғаннан кейін екінші степ, мысалы дейік, басқа өнері болсын, немесе өзіміз өнері болсын, осы нелерді жаңағыдай не дейміз, іздеуге болады. Белгілі бір нелер бойынша, классификациялар бойынша уже қай сала, қай не, бізде кімдер бар дегендей мэтчинг жасауға болады. Мына жақта бизнес инновейшн немесе академик интегрити салаларында кімдер бар деп. Енді бір несі, әрине тексеру керек, бірақ бір жолы осы. Ендігі, мына қойдым. Қызық жері нелерді қосып қойды. DeepSeek тек қана анау үшінші немес, классификациясы емес, мысалы mental health емес, psychology-ны да қосып қойды. Қосымша. Сол несі бар, кішкене толық тыңдамады десек те болады. Қосымша мағлұмат қосып қойды. Анау верхний уровень нені классификацияны қойып қойды. Сол үшін кішкене бұл не жасап жатыр, жаңа кедергі жасап жатыр дегендей, ол мәселеде. Бұдан да енді ары қарай қайттан DeepSeek'ті қинамай, осы жерде де нетуге болады. Мысалы, ол бірінші жоғарғы деңгейдегі классификаторды қойды. Мысалы, медицина, одан кейін public health қойды. Бұның арасын бөлу үшін Excel-дің өзінде несі жеткілікті. Мысалы, мына жақта text to column деген бар. Арасында запятая бар екен, сол үшін өте не, оңай бөле салуға дегендей. Мына жақта не? Уже тек қана жаңа не бойынша, human resources не бойынша неміз кетті, классификациямыз жасалды дегендей. Бізге керек болғандай. Енді не істеуге болады ары қарай? Университеттің ішінде осымен жұмыс істеуге болады. Екінші басқа университеттермен бұны салыстыруға болады. Мэтчинг жасап, жаңа арияларды дегендей. Ариялар мэтчинг болса, уже ары қарай дереу ChatGPT-мен немесе Python-мен абстракттарды мэтч жасау, нелерді даже платный болса дағы көп токен қолданады. Лучше ең жақсысы жаңағыдай ариялармен бірінші мэтч жасап алу бөлек-бөлек. Одан кейін егер тереңірек қазғыңыз келсе, абстракттарды мэтч жасауға болады, бірақ сол арияның өзі көбінесе жеткілікті. Бұны мысалы ChatGPT-ні қолданып визуализациясын жасауға болады. То есть бір несі жаңағыдай менде осындай жаңағыдай данныйлар бар делік Excel-де. Одан кейін мен визуализация жасағым келеді. Маған делік Python-ға осындай код жазып бер десеңіз, осындай данныйлар бар. Онда бір не жаңағыдай жасау жолы. Олай да жасауға болады. Тағы бір не. Ары қарай енді көп қолдануға болады дегендей. То есть бірінші искусственный интеллект, жасанды интеллектті классификация осындай, немесе кейбір авторларды бөліп беру, университеттің авторларын сол сияқты қолдану. Екінші, ары қарай визуализацияға, басқа нәрсеге де қолдануға болады. Пока әзірше бір нелеріңіз бар ма? Осыған қатысты. Сұрақтарыңыз, коммент қосарыңыз. Жаңа зат көрсетіп жатқан сияқтысыз. Ау? Мүлдем жаңа зат көрсетіп жатсыз да? Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ бар. Осы DeepSeek пен ChatGPT-ді қолданамыз, одан кейін мақала жазған кезде оны көрсету керекпіз ба, қолданғанымыз туралы? Қолдануыңызға байланысты. Негізі көрсеткен дұрыс, иә. Жалпы мынау көбінесе қазір
паблишерлердің несі политикасы былай, жалпы неге қолдануға, екі нәрседе қолдануға болады. Бір, текстті жақсарту үшін, мәтінді жақсарту үшін. Сіз қазақша жазасыз, орысша жазасыз, чат GPT арқылы оны ағылшынға аударып, немесе ағылшынша жазасыз, оны текстті көркемдетесіз, иә, жақсы көркемдеп береді текстті. Оған қолдансаңыз болады, рұқсат, және көрсетсеңіз де жақсы болады тіпті. Кейбір паблишерлер бұны қатты нетпейді. То есть, сіз граммарды не қолданасыз, немесе редактордың қызметін қолданасыз, оны обычно біз acknowledgement жасайтын бар, жасамайтын бар дегендей. Өйткені ақша төлейміз ғой оған, редакторға неге дегендей. Сол үшін кім жасайды, кім жасамайды. Бұл жақта да паблишерлер сондай. Егер тек қана көркемдеу үшін мәтінді редактор ретінде қолдансаңыз, онда қатты көрсетудің да бір несі жоқ дегендей. Бірақ көрсетсеңіз тіпті жақсы десек те болады. Ал екінші, андай рұқсат етілген несі методология тұсында пайдалансаңыз болады. Бір не ретінде. Мысалы, жаңағыдай анализ жасау үшін, мысалы көп image processing болсын, басқа нәрседе көптеген анализде код жазу үшін қолдансаңыз болады. Егер оған қолданған болсаңыз, онда толық қалай, не үшін қолданыңыз, толық жазу керек, көрсету керек. Қай чат GPT ма, жаңа DeepSeek па, сосын қайсыда қолданыңыз дегендей, оны жазу керек болады. Методология ретінде қолдансаңыз. Бөлігі ретінде. Аха, түсінікті, рахмет. Сосын енді былай, біз қазір негізі қолданып жатырмыз ғой, барымыз чат GPT-ді. Жаңа текст болсын, мәтін жасау, мәтінді нету, көркемдету үшін дегендей. Немесе қазір жақсы жері, былай идеялар бересіз, ол әдемілеп жаңағыдай bullet notes, немесе сөйлемдер толық тез жазу үшін дегендей идеялар жазып кетесіз, ол көркемдеп әдемілеп жазып береді. Артынан тағы бір тексересіз. Бұндай кезде Turnitin не сияқты басқа программалар бұны анықтайды. Былай, Turnitin'дер бұны искусственный интеллект не екен, ондай бір не жоқ бізде. Мүмкіндік жоқ негізі. Көбінесе қазіргі платформалар, антиплагиат платформалар, қызық жері текст өте жақсы көркем жазылса, оны искусственный интеллект деп белгілеп қою ықтималы өте жоғары. Және бұл бізге көбінесе кішкене қазір не болып тұр. Мысалы, ғылыми тілде біз әсер редакцияны өткізесің, кейбір нәрселерге точка запятой, двоету, соларға көңіл бөлесің. Мысалы, неге өткен мақала оқисың ғой, үйреніп қаласың. Мысалы, список жазғанда қалай, не, жаңағы пунктуация барын, бұған абай болуға тырысасың. Және бұны істегенде Turnitin'дер бұны адам емес, ол не, чат GPT, искусственный интеллект жазды деп белгілеп қояды дегендей. То есть, олардың бір несі жоқ. Чат GPT-мен прям байланысы дегендей ғой, андай. Мұндай юзер осындай запрос берді ма, бермеді ма, берсе, онда, мынау шынымен чат GPT-ні жазған деген бір не жоқ ондай. Болмайды да ондай нәрсе. Сол үшін олар текстің көркемдігіне қарайды кішкене жазылу. Әрине, белгілі маркерлер бар, басқа да маркерлер бар. Бірақ ол маркерлер болмаса дағы жақсы жазылған тексті кейде не жасайды, белгілеп қояды. Сол үшін әсіресе журналда істейтіндер абайлау керек. Turnitin жалпы енді студенттермен жұмыс дегендей, Turnitin көрсеткен әр нәрсе искусственный интеллект емес, адамды кейде егер жақсы әсіресе жазатын адам болса, ғалым болса, немесе ол бәлкім чат GPT арқылы тек қана оны көркемдетті. Сол үшін кішкене не, бұл жерде абай болу керек. Ондай нәрсе бар. Ендігі тағы бір, енді мен бұл жаққа көп кірмей қойын. Но бір несі, жаңа визуализация. Визуализациямен де біраз неге нетігі болады, жасауға болады дегендей. Енді бұны сізге эксперимент жасау керек. Мен көрсетейін, бүгін тек қана былай. Шет жағасын көрсетейін, детальдарға бармай қойын, өйткені егер көп қолданбаған болсаңыз бұрын, онда жалпы кішкене болып кетеді. Мына визуализация енді Pythonмен байланыстырған жақсы. Мен мына жақта бір
Так, Python мен ChatGPT'nin несі. Google Colab деген бар. Мысалы мына жаққа нетіп қояйын мен. Colab Google.com. Жаңадан ашайын. Colab Research Google.com. Бұл Python, онлайн Python секті болады. Өз компьютеріңізде жаңа бүкіл Python, оның жаңа library, библиотека барын скачивать ету керек, біраз орнату керек дегенде. Мына жақта дәл сол Python, бірақ онлайн облакада. Егер қатты андай бір не болмаса, чувствительный бір информация болса, жаңағыдай public information болса, Scopus не дегенде, мына жаққа қойып байланысты талдай беруге болады дегендей бұл нәрсені. Бұның енді Python'ды кодинг language болған соң, әрине оны үйрену өте не, бірақ бір жолы ChatGPT-мен жалғастырып кету. ChatGPT-мен қолдану. Мысалы дейді, мен енді мынаны қазір так, нені алдында істеп көрген жоқпын, бірақ так, нетіп көрейін. Бір простой бір несін көрсетейін енді. Мына жақта салалар делік, иә. Әрине бұларды кейін байланыстыруға болады, өткенде мен жасағам. Қазір бірақ ол біраз уақыт алады, нету, жаңа файлды жасау, бірнеше стептері бар. Мен тек қана несін көрсетейін, принципін дегендей. Так, мына жақта бізде нелер бар. Жаңа салалар бар. Бөлек алып шығайын оларды. Жаңа делік салалар бар. Хотя линк жасасауға болады. Ну ладно, пока былай кетсін. Мына файлды сохранить етейін. Негізгі жолын көрсетейін, ары қарай өзіңіз егер қаласаңыз эксперимент жасай бересіз ғой дегендей. Так, мен бұны do Aries деймін. Do Aries. Так. Мен келді. Енді делік. Hi, I'm using Google Colab. Can you help me to visualize data? И ары қарай, мысалы, сізге не керек түсіндіресіз. I have a file. Так, онда файлды кішкене етейінші, чтобы не болмайтындай. Біріктірейін, чтобы вообще қате кетпейтіндей. То кейде болады пробелдер түсінбей қалуы мүмкін. Так, SDU Aries XLSX, which contains research Aries info. Please provide code for Google Colab или Python десеңіз де болады, Google Colab to так, ол жерде не істеуге болады? To visualize in form of bubbles. The more например, the number of areas, the bigger bubble. Так, мысалы, былай көрейін, иә, делік просто немен. Өткенде мен нені де байланыстырғам. То есть, research area, одан кейін жаңа адамдарды байланыстырасыз.
әр неге басқанда жаңағы адамдар да шығады. Бірақ ол кішкене нені қажет етеді. Біраз жұмыс істеу керек. Мына жақта жаңағы шагтарды да береді. Мысалы файлды Google Colab'қа жүктеп қойыңыз дейді. Мысалы Google Colab'ты аштыңыз. Мына жақта не бар? Файлдар. Енді мына жақта көп нәрсе былай интуитивно дейді ғой. Мысалы файлдар знагы обычно осындай. Одан кейін жүктеу несі бар. Дегенде S2 Ares-ті просто жүктейміз мына жақта. Ол тұру керек. Осы жерде тұру керек ол. Дегендей, осы файл. Одан кейін мына жақта кодты берді. Кодты копировать дес. Осы жақта сразу мне тұрмына кодты қоятын жер жүр. Дереу Gemini'ді қолдансаңыз да болады. ChatGPT-ді қажет жоқ. Тікелей осы жақтан да жұмыс істесеңіз болады. Gemini-мен ол да мүмкіндік бар. Енді мен просто бұрыннан үйреніп қалған. Сол үшін осылай кетіп жатыр. Дегендей. Мына жаққа, апплод тағы сұрап жатыр. Даже андай жасаудың қажет жоқ екен. Мына жақта өзі сұрайды екен апплод жасауды. Қате берді. Енді қате берсе, ең жақсы жолы былай. Қатені аласыз, қайттан мына жаққа қоясыз. Бұл болып тұрады кейде. I have this result. Ой, рахмет. Осылай істесеңіз болады дейді. Так, полностью кодты қайттан берді. Щоб сізді қинамау үшін. Дегендей. Так, мынаны өшіп тастап. Жаңа кодтан қоя салайық. Файл жүкте дейді. Мен енді жалпы негізгі системасы, мына жақта бұл толық кодты берген жоқ, кажется. Одан кейін осы жүкте дейді. Так, санап болғандан кейін мына кодты қой дейді. Или бетінші оны. Так, система былай үйреніп қалыпты, оған. Негізі етіп қойайын. Колонганың атын беріп қойайын, негізі соны қатты сұрап жатыр екен. Аты болсын дегендей. Сосын қайттан бастай салайын. Кішкене біраз не керек болады. Әсіресе бастапқыда. Жаңа бір проект бастап жатқанда осылай туда-сюда жұмыс істеу керек болады. Анау жетпейді, мынау жетпейді. Бірақ жақсы жері қателікті берсеңіз, біраздан кейін питонды мысалы білмеген адам болсаңыз, біраздан кейін питонды түсініп қаласыз. Қай жерде не болу керек дегендей. То есть осылай несіз да, не дейміз, көп жұмыс жасамайда осылай. Ана жақтағы питондағы неге қарап, кодқа қарап, қай жерде қате болғанын түсінесіз. Біз ана неде SDU'да дата анализ сабақ бергенде, мысалы студенттер, точечко студенттер осындай нені жасай алатын, визуализацияны. Мысалы мен оларға данный берем, қай облыста қанша мектеп бар, сосын қанша мектептердің не бар, мектеп оқушысы бар дегендей. Егер мектеп оқушы саны мектептегі орын санынан көп болса, онда красный болу керек, сосын көрсету керек қанша оқушы бар, қанша мектепте орын бар дегендей.
осындай визуализация негізі 4-ші курс еш программамен білмейтін студенттер андай бір сағатта 2 сағатта осындай карта жасай алады негізі отырып дегендей. То есть мына жақта мен чат GPT-ді біраз қинап жібердім ау деймін негізі дегендей. Мына немді көрейік. Gemini өз ішінде бар екен, Google Colab'тың ішінде. Так, Google Colab'тың несін көрейік. Қалай жұмыс істейтін? Мен кішкене Excel файлында не болып тұр. Кейбір if you update, you have columns named area name and count. You change the code like this. Аха. Мына кішкене еріншектеу болып тұр. Can't you count yourself? Біраз жұмыс істеу керек. Біраз жұмыс істеу керек. Негізі, ана кодты шығару үшін. Так. Мысалы, уақыт кетеді біраз визуализацияға. Пока ана бір-біріңіз түсінгенше дегендей. Енді мына жақта былай беріп берді. Жасап берді. Нәтиже шықты. Енді арқылы жұмыс істеу керек. То есть сұрағанды негізі берді. То есть мысалы, алгебра бар, үлкен не ретінде, бабл ретінде берді. Ары қарай енді қандай? Я қолмен өзгертсеңіз болады, я мына жақта ары қарай жаза берсеңіз болады. There should be no overlap. Кішкене уақыт алып, осылай кете береді негізгі несі. Жаңа код береді, дұрыстап береді, сөйтіп жұмыс істей бересіз. Негізгі несі, идеясы сондай. Білмеймін, қаншалықты сізге бұл ұнайды, ұнамайды, но бір жаңағыдай визуализацияның бір жолы, я арда жазсаңыз болады, я да осылай питонда жазсаңыз болады. Бірақ негізгі жаңа осылай данныны беріп, сізге не керек соны айтасыз, одан кейін бір результат шығады, қате шығады, результат шығады, одан кейін оны ары қарай осылай диалог арқылы ол результатты дұрыстайсыз. Негізгі несі сол, не дейміз, жұмыс істеу тәсілі. Енді, білмеймін, негізі бүгінгі не осы, Excel-де, мысалы, жаңа данылар көбінесе айтқанымдай Elsevier компаниясында, Scopus'та алсаңыз болады, жаңа университетке қатысты, немесе жаңа бірнеше университет салсаңыз да болады. Көп нәрсені Excel-дің өзінде істеуге болады. Жаңа VLOOKUP болсын, COUNTIF, көптеген жаңа matching индекс формулалар арқылы дегендей. Қазіргі жақсы жері, мысалы, искусственный интеллекттің жақсы жері, сіз Excel-ге искусственный интеллектке дұрыстап, даже кейде voice-ты қолдансаңыз болады, маған мына нәрсе керек, менде мындай данылар бар, Excel-де қандай формула немесе қалай істесем болады десе, ол да андай біраз шешу жолдарын береді сізге. Жаңағыдай белгілі даныларды обработка жасау үшін. Сосын барып, егер Excel-дің күші жетпей жатса, мысалы жаңағыдай классификация болсын, немесе жаңағыдай аффилияциямен дәл осы университеттің адамдарын бөлу, нету сияқты нәрселерге, ол жерде мынау large language models, олар өте жақсы жұмыс істейді. Дегендей. Абстракцияның классификациясы болсын, абстрактардың классификациясы, немесе жаңағыдай кейбір нелерді информацияны бөліп шығару сияқты нәрселерде нелер өте жақсы.
искусственный интеллект жақсы жұмыс істейді. Ары қарай оны Excel'ге, ары қарай оны визуализация жасауға істей беруге болады жалпы. Так. Егер Ерке баламыздан бір мақаласы қабылданыпты ғой, керемет. Қосарыңыз, сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Екіншісі сәл не болды? Әсем ханым, кешірім сұрайын, бір сұрағым бар еді. Күндізгі видео запись бар ма түске дейінгіден, или бүгін қазір жасалмады да соны? Записьті жібереміз регистрация. Бар, да? Потому что мынау жасалып жатқан жоқ қой, біздің встреча сосын сұрап жатқан. Көп ақпарат болды. Жасалып отыр ма? Иә. Менен көріп тұрған жоқ. Если бізде қалмай қалуы мүмкін да қазір. Сосын. Рахмет көп. Сізге рахмет. Аха. Так, Бақыт. Окей. Так, жәнегі приложениелер платный ма, немесе тегін ба? Google Colab тегін, Python тегін. Көп нәрсені, негізгі бүгін жасаған нәрселерді ChatGPT немесе тегін жасай берсеңіз болады. ChatGPT, DeepSeek тегін. ChatGPT-ні де бүгін қолданғандарым, олар негізі тегін версиясын жасалуға болады. Платный версиясы керек жоқ. Мен көбінесе сол үшін андай Insights емес, мысалы жаңа Scopus несін қолдандым дегендей, көп адамдардың доступы бар нәрселер. Бір ұсынысым бар еді, жалпы hands-on experience болу үшін бір ұзақтау уақыт отырып бірге істеп деген секілді, практически часть, чтобы мы тоже бізде істегенде күшті болар ма еді деп ойлап отырмын да. Қазір өте көп мен үшін білмеймін көп ақпарат болса. Бетсек болады. Қазір мысалы кішкене мен несін көрсеттім ғой, осылай істеуге болады дегенді. Вот білмеймін, бір уақыт нетсек те болады, белгілесек болады. Бір сағат мысалы келер аптама, осы аптама дегендей, щоб сізде уақыт болсын, жаңа информацияны тауып, кішкене шұқылап, одан кейін бір сағат кездесіп, кім не істеді бір қарап дегендей сөйтсек болады. Меніңше. Қалай ыңғайлы деп. Бір өздеріңізге ыңғайлы уақыттар бар ма, осы жақтағыларға негізі? Записьті алайықшы, біз сосын жасап көрейік, одан кейін барып кездессек бола ма? Уақыт берсеңіз сосын. Сосын барып онда кімдерге ұйымдастыруға жазасыз ғой? Осылай деп кездесуге не бар дегендей, керек бар дегендей. Сосын ары қарай нетсек болады. Уақытын белгілеп, тағы бір сағат бірге отырып, бір істесек болады. Жақсы, сіздерге де рахмет қатыстығаныңызға. Жақсы, онда егер не болмаса, данныйларды так мен мына жібердім ба, негізі алсаңыз болады. Жәнібек. Мен басылып кетті. Рахмет айтайын. Жақсы. Егер не болса, жаңа университеттердің өздеріңіздің данныйларын алып, кім қай жерде істейді, жаңа Scopus'тан, ары қарай жаңағы кейбірінсет жасап көріңіз дегендей. Басқаша өзіңізге керек нәрсені жасап көріңіз, сосын бір нетейік. Келер апта бәлкім кездесіп, мен сіздің не істегеніңізді көрсем де өте күшті болады негізі. Әркім әртүрлі қызық нәрселер жасайды ғой, өзіне керек несі деген анализ қарап көрсек болады. Жақсы, онда рахмет қатысқандарыңызға, Әсем ханым, ұйымдастыруыңызға. Рахмет. Көп рахмет, сау болыңыз.